Бүгінгі ролигімізде кір жуғыш машиналардың инверторлы қозғалтқышын мультиметрдің көмегімен қалай тексеру керектігін көрсететін боламын. Міне алдарыңызда мінекей инверторлы қозғалтқыш. Дәлірек айтатын болсақ, Samsung кір машинасының қозғалтқышы. Енді бұны тексеру үшін бұның ішіндегі орамдары күйген ба, күймеген ба, мультиметрмен тексеруге болады. Ол үшін біз мультиметрімізді кедергі өлшеу қызметіне қоямыз. Яғни 10 метр өлшейтін қызметіне қоямыз. Сөйтеміз дағыны біздің қозғалтқышымызда мінекей 3 байланыс тұр. Осы 3 байланысты өзара біз тексеруіміз керек. Үшеуінде де өзара кедергі бірдей көрсеткішті көрсетуі керек. Әнекей. Бесте 3 ом. Бесте жүрді де 5-те 2, 5-те 3 ом. Және үшіншісінде де міне 5-те 3, 5-те 2. Жалпы үшеуінде де 5-5 омнан көрсетіп тұр. Ол деген сөз біздің қозғалтқышымыздың ішіндегі орамдары аман есен деген сөзді білдіреді. Корпусқа да тексеріп қойсақ болады. Мінекей. Осылайша біз біздің қозғалтқышымыздың ішіндегі орамдары үзілген ба, үзілмеген ба, мультиметрдің көмегімен оп-оңай тексере аламыз. Ролик ұнаса лайк басып пікір жазыңыздар, таныстармен бөлісіңіздер. Ала берсе келесі роликтерде бұны, енді бұл 100%-дық әдіске жатпайды. Бұл әдіс арқылы біз бұның 100% істеп тұрма, оны біле алмаймыз. Тек қана ішіндегі орамдары сау, не үзілген, үзілмегендігін ғана білеміз. Келесі роликтерде бұны басқа әдіспен тексеру әдістерінде көрсететін боламын. Осымен келесі жолыққанша аман сау болыңыздар.